Сәлеметсіздер ме менің тұрақты көрермендерім? Әдеттегідей мен сіздермен біргемін. Сіздермен бірге болыңыздар. Менің каналыма ең әуелі әлі подписаться батырмасын баспасаңыз, қоңыраушаны басып, міндетті түрде тіркеліп кетіңіз. Видеомды соңына дейін қараңыз. Бүгін сіздермен жақсы ақпаратпен бөлісемін деген ойдамын. Ал ендеше бастайық. Бізге керек заттар: кішкентай помидорлар, 3 бас чеснок, бұл өте көп болып кетуі мүмкін. Одан кейін мына тауық етінің кеуде еті, тауықтың кеуде еті. Осындай тазалап алғаннан кейін осындай ет кішкене әлі осындай қатты кезінде тураған дұрыс. Осындай тураймыз. Бұл тамақты мен әсіресе қонақ келген кезде холодный бірге қоямын. Өте әдемі, дәмді. Осыны мен қонақ шақырған кезде міндетті түрде осыны жасаймын. Бүгін енді қонақ шақырып жатқан жоқпыз. Үйімізде студент баламыз бар, жұмыстан келетін папамыз бар дегенде, сол кісілерге арнап қазір жасаймыз. Турап болғаннан кейін ыдысқа саламыз. Міндетті түрде тұзын саламыз. Одан кейін мен міндетті түрде қарабұрышты салған жақсы көремін. Для шашлыка деген приправаны қоссаңыздар да болады. Немесе үйде қандай приправа бар, соны қоса берсеңіздер болады. Ешқандай проблемасы жоқ. Екі чесноктың басы жетеді екен. Барлығын осылай араластырып аламыз. Біраз қоя тұрсаңыздар да болады. Бізде уақыт жоқ. Қазір папамыз жұмыстан келеді. Ужинымыз дайын болу керек. Сондықтан жылдамдатып жатырмыз. Чеснок ашты дәмін келтіреді тамақтың. Әбден араластырып аламыз. Одан кейін 5-10 минут қойсаңыздар болады. Көп болды. Енді әрқайсысын ағаш істікке діземіз. Біреу дайын. Екеуі дайын. Осылай түсіріп аласыз.
болды. Шашлығымыз дайын. Енді мынаны қоя тұрамыз. Енді бізге помидор керек. Осылайынан аласыз да әдемілеп. Бұған енді қалауыңыз бойынша тура осы ретпен қайталай бересіз. Тағы өзіңіздің ұнатқан қосқыңыз келген заттар болса, қоса беруіңізге болады. Ешқандай ештеңкеге шек жоқ, шектеу жоқ. Өзіңіз үйде бар қандай тамақты дастарханыңызға әзірлеп қойғыңыз келеді. Құрметті менің көрермендерім, менің каналыма жазылып, видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Менің келесі видеомда бұдан да жақсы ақпаратпен бөлісемін деген ойдамын. Әрқашан менің видеом сіздерге пайдасы бар дегенде ойдамын. Сіздермен бірге болған әдеттегідей Ардақ Әлібековна. Бүгінгі кешкі асқа міне отбасына отағасы келді. Қазір бала-шағамызбен тамақ ішеміз. Сіздерге де ас болсын дегім келеді.